іс-шарамызға қош келдіңіздер. Бұл көрме екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім Абай Құнанбаевтың өмірбаяны ретінде, екінші бөлім Абай Құнанбаевтың өлеңдері аудармалары және шығармалары тұрады. Және сонымен қатар мәнерлеп оқу Абай Құнанбаевтың өлеңдерін көреміз. Кім болса мені сол айтты, ақыл менен шексіз, адамдарға бөлінбей, шын сөзбен ақ өсеміз. Құмарланып шаттықта, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қашық бол, адам болған өсеміз, тілеу болды алдында, оған қайғы жүрсеміз, өсем өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес дұшпанын өсеміз, талап етпек терең ой, қанағатырақ ойлап қой, бес асыл көктегі байланып берік болған керек. Екіншісі сол нәрсені естігенде, якорьдың электротлану керек. Көңілденіп ұшынып ынтамен болу керек. Үшінші сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып көңілге бекіту керек. Төртінші ойын кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса салынбау керек.